Ужинға не дайындаймын деп басыңыз қатса, онда осы дәмханды дайындауға кеңес беремін. Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Гүлжанар. Бұл тағамды дайындау үшін бізге күрішті қайнатып алу керек. Ең алдымен күріш қайнататын суымызды отқа қойып қоямыз. Суымыз қайнағанша біз ингредиенттерін дайындайтын боламыз. Етімізді жұқа жалпақ етіп турап алдық. Пиязды негізінен қатты майдалана турасаңыз да болады. Менің суым қайнады. Алдымен тұзымды салып алдым. Енді бұған сары май қосатын боламын. Мен бұл жерде таза топленый сары май қолданып жатырмын. Егер онда жоқ болса, онда қабындай сары майды қоссаңыздар болады. Ол біздің күрішіміздің жабысып қалмай шашылып пісуіне көмегін береді. Міне болды. Енді астын жай отқа қойып қоямыз да пісуін күтеміз. Күріш дайын болғанша біз подливын дайындай береміз. Қызып тұрған майға етіңізді салып қуырып алыңыз. Жақсылап екі бетін қызартып қуырып алсаңыз дәмдірек болады. Ет жақсы қуырылғаннан кейін оған сойылы соус қосатын боламыз. Мен әдетте осы мастерканың сойылы соусын қолданамын. Дәмі өте ерекше дәмді. Пиязымызды салып қуырып алдық. Подливыңызды сәл ашытылау қылғыңыз келсе, онда грубо молотый чилиден қосыңыз. Сондай-ақ грубо молотый паприканы көптеп қолданғанды жақсы көремін. Тұз, кристаллик, күріш бәрін араластырып, енді біздің қысқа дайындаған перецтерімізді қосып араластыратын боламыз. Байқағандарыңыздай перецтер өте әдемі болып мұздатылған, жабыспаған және көздердің түсінде жоғалтпаған. Мұздату бойынша видеосын көрмеген болсаңыз, жоғарыға ссылкасын қалдырып кететін боламын. Көріп шығыңыз. Подливке бір пиала су құйып, қатты отқа қойып қойыңыз. Күріш дайын болды, жабыспай әдемі болып пісті. Подлив бір қайнағаннан кейін өшіріп қоямыз. Астарыңыз дәмді болсын.